Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Біз диалогпен жұмысымызды ары қарай жалғастырып бүгін аяқтаймыз. Сонымен кеттік ары қарай. This is a combination of flour, cocoa, sugar, probably salt. Кейбір сөздер сізге түсінікті. Combination ол қосылысы, кез келген бір заттардың қосылысын combination деп айтамыз. Flour, сіздер білесіздер, осыдан ұқсас тағы бір сөз бар. Flour деген ол гүл деп аударылады, бірақ оның жазылуы F-L-O-W-E-R. Flour, гүл. Ал мына flour ұн деп аударылады, оның жазылуы бөлек. Ол F-L-O-U-R. Ары қарай кеттік. All is pre-made. Pre деген приставканы өткенде түсіндіргенмін. Алдын ала дайындалып қойылған зат, иә? No measuring. Measuring өлшеу. No measuring өлшеу керек жоқ дегенді білдіреді. No fuss. Fuss деген хлопот. Ешқандай басқа артық шаруа керек емес деген сөз. Then we will take 1/3 cup of oil. 1/3 жаңағы чашка, мынандай 3/1 бөлігі өлшеніп тұр. 1/3 cup of oil май құямыз, and 1/3 cup of water 3/1 су құямыз, and 1 egg бір жұмыртқа. Just 1 egg бір жұмыртқа яғни. Oh, what happened? Не болды? I got shell in. Ішіне қабық түсіп кетті. Кез келген қабықты shell деп айтамыз, жұмыртқаның қабығы. Так, ары қарай. No problem, you can pick it up like that. Ешқандай не жоқ. Қалай еді? Ештеңе етпейді. No problem, не ештеңе етпейді. You can pick it up like that. Осылай алып тастауыңа болады. Ол кезде өзіңіз есіңізде болса, видеода Helen Mary былай алып жатыр, жаңа жұмыртқан қабығын. No shell in the egg brownie. Жұмыртқа қосылған браунидің ішінде ешқандай қабық болмау керек. Then you do the mix. Сонан кейін араластырамыз. Just 1 egg. Тек бір жұмыртқа ма? 1 egg, бір жұмыртқа. The box actually has 2 variety of brownies. Қораптың сыртындағы рецептте браунидың 2 түрі бар. 2 түрі, 2 varieties. Variety әртүрлі дегендерді білдіреді сөз. Fudge like brownie. Fudge'ді өткен сабақта түсіндіргенмін, жаңағы молочная помадка. Соған ұқсайтын brownie. Which I am making. Біз соны қазір жасап жатырмыз. Which I am making. I am making. Қандай шақ? Осы шақ, дәл қазір болып жатқан шақ. Or cake like brownie. Немесе торт сияқты brownie. For cake like brownie, you need to add another egg. Торт сияқты жұмыртқа үшін тағы бір, кешіріңіз, торт сияқты брауни үшін тағы бір жұмыртқа қосу керек. Add қосу, another тағы да бір egg жұмыртқа. You need, вам нужно добавить деген сөзге сізге қосу керек. Oh, okay, жақсы. And сонымен, oh, just another egg. Тек қана бір жұмыртқа. Now I need to stir this about 50 times. Stir, араластыру. 50 times, 50 рет. 50 times, 50 рет бе деген сөзге. Not 35, 35 рет емес бе. I think it is 50, 50 деп ойлаймын. Okay, are you counting? Count, санау. Are you counting? Сен қазір санап жатырсың ба деген сөз. Sorry, кешір, егер санап жатсаң, ойыңды бөлмейін. It doesn't have to be perfect. Сондай идеальный ғып қажет емес, perfect. But you don't want to mix it too much. Бірақ тым қатты араластырып жіберуге де болмайды. Right, дұрыс. That is 50. 50 болды. Double check, тексерейін деген сөз. Тағы бір рет тексерейін деген сөз. Double check. About 50 strokes. 50 рет араластыру керек деп тұр қораптың сыртында. Yes. Next step. Келесі қадам. We're gonna take our lovely mixed batter. We're gonna туралы мен айтқанмын өткен сабақта. Mixed batter, араласқан қамыр. And put it in our pan. Өзіміздің табамыздың ішіне саламыз. Put it in our pan. Prepared pan. Дайындалған таба. I'm kinda slow. Kinda ол тағы да диалект. Бұл kind of деген сөзден шығып тұр. Kind of. Мен қалай? Жай жұмыс істеп жатырмын. Жай араласып жатырмын. I'm kinda slow. Sorry, кешір. Maybe you need to cut some. Мүмкін кесіп тастауым керек шығар дейді. Мен сіздерге өткенде айтқанмын, біз брауни пісіргенде текстті алдын ала жазып дайындалған жоқпыз.
ешқандай алдын ала дайындықсыз сол сөйлесіп, онан кейін барып мен сіздерге жазып видеодан осыны түсіндіріп отырмын. Сондықтан да анда-санда кішкентай қателер кетіп қалады. Так, that's okay. Ештеңе етпейді. We can speed it up. Біз айландырып жібереміз, жылдамдатып жібереміз. Spread out evenly. Spread out бірдемені жаю. Spread out evenly тегіс қып жаю. Make sure өткен сабақта айтқанмын, не көз жеткізу. Make sure you get it in the corners. Я, табанның бұрышына да жайғаныңызға көз жеткізіңіз деген сөз. Messy fingers. Саусағым қыр болып қалды. Messy, кез келген лас кір затты messy деп айтамыз. Messy room, жиналмаған, шашылып жатқан бөлме мысалы үшін. Rinse of hand, қолымды шайып келейін, қолымды шаяйын немесе. Okay, so your brownie is ready to go, right? Сонымен сенің брауниң дайын. Солай емес пе? Brownie mix ready to go into the oven. Брауни қоспасы духовкаға салуға дайын. Now we need to put it in the oven. Енді біз бұны духовкаға салуымыз керек. Into our preheated oven. Өзіміздің алдын ала қызып тұрған духовкамызға салуымыз керек. Так. That is 177. 177, естеріңізде болса, біз духовкамызды 177 градусқа қойғанбыз. For how many minutes? Қанша минутқа? Минуттар бізде саналады, For how many minutes? Қанша минутқа? For this batch. Мына қамыр үшін, осы партия үшін, batch негізінде партия деп аударылады, Кез келген жаңағы товардың партиясы, әртүрлі текстте әрқалай аударылады. Мына жерде осы қамыр үшін қанша? We need to put it for about 20 minutes. 20 minutes, яғни шамамен 20 минутқа қоюымыз керек. 20 minutes, okay. We need to set the timer, and in 20 minutes we will have a lovely dessert. Timer, уақытты қоюымыз керек біз 20 минутқа, сонан кейін 20 минуттан кейін сіздің тамаша десертіңіз дайын болады. Excellent, тамаша. So, it took you 5 minutes to make a brownie. Сонымен нақты айтқанда брауни жасау үшін сенің тек 5-ақ минут уақытың кетті. Солай емес пе? Мына жерде мен айтайын дегенім, браунидің бір кесегі брауни деп аталады. Ал жалпы мына брауни жасау, торт пісіру деген сөз make brownies болу керек, естеріңізде болсын. Мына жерде жазғанда кей жерінде біз оны ұмытып кеттік. Brownies, making brownies. Арғы қарай, ол сондай прямо смертельный қате емес. Арғар кеттік. The beauty of brownie mix in a box. Яғни менің 5 минут қана уақытым кеткені мына дайын қораптың арқасы. Beauty of brownie mix in a box. Oh yes, әрине. If not for this box, it would take you longer time, right? Егер осы қорап болмаса, сенің көбірек уақытың кетуші еді, солай емес пе? If not for this. Мына структураны есіңізге сақтап алыңыз. Егер мына қорап болмаса, if not for this box. If not for деген құрылымға тоқтала кетейік. If not for, егер бір нәрсе болмаса, біреу болмаса, мен сөйтпер едім, бүйтпес едім деген шамамен айтқанда осындай структураға if not for-ны қолданамыз. If not for өзгермейді, бокстың орнына кез келген затты қоя беруге болады. Мысал үшін, Боб Диланның мынандай өлеңі бар, If not for you, babe, I couldn't find the door. Егер сен болмасаң, if not for you, babe, орысша қалай аударылады? Детка, малышка, да, қазақша жазым шығар. I couldn't find the door. Мен есікті таба алмас едім. Couldn't even see the floor. Floor, еденді де көре алмас едім. I would be, ұзын түрі, қысқарған түрі, I'd be sad and blue. Мен көңілсіз және мұңды болар едім. If not for you. Егер сен болмасаң. Яғни, бұл құрылымды еске сақтап аламыз. If not for you. Арғара кеттік, диалогтың текстіне ораламыз. Correct. Дұрыс. Okay. Thank you very much, Helen Mary. Саған көп рахмет, Helen Mary. Арғара Helen Mary жалғастырып жатыр, сөзін. And you have to have all the ingredients. Яғни ол қорап болмаса, барлық ингредиенттерді дайындауыңыз керек. You have to have flour and sugar. Онымен қантты дайындауыңыз керек, and salt, тұзды дайындауыңыз керек. This way, қорапты көрсетеді, мына жол, you just need a box. Сізге тек қана қорап керек. Have to have бірдеңкені істеуге мәжбүр болу.
have to дейміз де, нені қоямыз, етістікті қоямыз. Have to-ді етістікті қоямыз. Мына үшін I have to read tonight. Мен бүгін түнде кітап оқуым керек. You have to go. Сенің кетуің керек, сен кетуге мәжбүрсің, өйткені мен сені бұл жерде көргім келмейді деген сияқты мысал үшін. Сондай не бар, мағынасы бар, кішкене оттенок бар сондай. Ары қарай. In Kazakhstan, I don't think they sell boxes, ready to go boxes like that. Қазақстанда осындай пайдалануға дайын қораптар, қоспалар сатылады деп мен ойламаймын. Yeah, ready to go. Ready дайын, to go кетуге дейді, яғни пайдалануға дайын деген сөз. Бокс қорап білесіз. Really? Шынымен бе? No, I don't think so. Yeah, шынымен де мен солай ойламаймын. Яғни бұндай қораптар сатылмайды деп ойлаймын деген сөз. Really? Someone should make. Біреу бастау керек, біреу жасау керек. Should make жасау. This is a business opportunity. Бұл бизнес мүмкіншілігі. Maybe for me it would be a business opportunity. Мүмкін бұл мен үшін бизнес мүмкіншілігі шығар. Okay, then, болар. Okay, again, thank you very much for your help. Тағы да сенің көмектескеніңе рахмет. What are you doing? Сен не істеп жатырсың? I'm licking the bowl. Мен тегешті жалап жатырмын. We will show the final result of your brownie to my subscribers. Біз сенің браунingның соңғы нәтижесін, final result, соңғы нәтижесін өзімнің жаңағы көрермендеріме, оқырмандарыма көрсетемін деген сөз. Subscriber, подписчик. Мен жерде кішкене қате кетті менің сөзімде. Өйткені show деген етістіктен кейін show көрсету. To деген предлог тұрмайды. Show me, show him. Так, мен сіздерге айттым, текст алдын ала дайындалған жоқ, анда-санда ондай сұрақ-түйектер кетіп қалады, ол ешқандай да айып емес. Сонымен біз диалогты бітірдік. Диалогпен қалай өзіңізге ыңғайлы болса, солай жұмыс жасаңыздар. Ұнап жатса сабағымыз лүпіл басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.